Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есімдік. Есім сөздердің зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылатын сөз табы есімдік деп аталады. Есімдік сөйлем ішінде қай сөз табының орнына қолданылып тұрса, соның сұрағына жауап береді. Мысалы, мен сабақ оқимын. Мен бұл жерде есімдік. Кім? Мен. Кім деген сұрақ зат есімнің сұрағы. Ал бірнеше адам кіріп келді болса, бұл жерде бірнеше есімдік болады. Ал неше сан есімнің сұрағына жауап береді. Есімдіктер мағынасына қарай 7 түрге бөлінеді. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, болымсыздық есімдігі, белгісіздік есімдігі. Енді әрқайсысына тоқталып өтейік. Біріншісі жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі заттық ұғыммен байланысты қолданылады. Олар мен, сен, сіз, біз, біздер, сендер, сіздер, олар. Мысалы, біздің үйдің жанында ұзын ағаш өсіп тұр. Мұндағы біздің сөзі жіктеу есімдігі. Түбірі біз. Дің болса, ілік септігінің жалғауы. Екіншісі сілтеу есімдігі. Сілтеу есімдігі нұсқау, меңзеу, көрсету мағыналарын білдіретін бұл, сол, ол, осы, осынау, сонау, анау, ана, мына, әне, мәне, мынау деген сөздер. Мысалы, мынаны көрдің бе деген сөйлемде түбірі мына. Над болса табыс септігінің жалғауы. Үшіншісі сұрау есімдігі. Сұрау есімдігіне жауап алу мақсатымен қойылған барлық сұрау мәнді сөздер жатады. Мысалы, кім, не, қандай, қай, қанша, неше, нешеу, нешінші, қайда, қайдан, қалай, қашан, қайдағы және тағы басқалар енеді. Төртінші өздік есімдігі. Өздік есімдігіне әр тұлғадан түрленіп қолданылатын өз деген бір ғана сөз жатады. Өз есімдігі түрленіп, тәуелденіп, сенің, өзің, көптеліп, өздері, септеліп, өзімнің түрінде қолданылады. Бесінші жалпылау есімдігі. Жалпылау есімдігіне жалпылау, жинақтау мағынасын білдіретін бәрі, барлық, бар, барша, бүкіл, күллі, бүтін, түгел, тегіс деген сөздер жатады. Мысалы, үйдегілердің бәрі ән тыңдады. Алтыншысы болымсыздық есімдігі. Болымсыздық есімдігіне ештеңе, ештеме, ешкім, ешбір, ешқашан, ешқайдан, ешқайда, дәнеңе, дәнеме деген болымсыздық мағынаны білдіретін сөздер жатады. Еш сөзімен бір, кім, қашан, қайдан, қандай деген есімдіктердің бірігуі арқылы жасалса, бірге жазылады. Ешбір, ешқашан, ешқандай, ешкім тағы басқалары жатады. Еш сөзі зат есімдермен тіркесіп келгенде бөлек жазылады. Еш адам, еш оқиға, еш кітапта, еш жерде, еш уақытта, еш мүмкіндік, еш ата-ана тағы басқалары енеді. Жетіншісі белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігі затты сандық белгіні, сан мөлшерлерді жорамалдап, тұспалдап көрсететін сөздер. Белгісіздік есімдігіне бір, біреу, кейбір, кейбіреу, әрбір, әрбіреу, қайбір, қайбіреу, біреу, бірдеме, бірнеше сөздері жатады. Әлде, әлдекім, әлдене, әлденеше, әлде қалай, әлде қашан, әлде қайда, әлде қайдан, әркім, әрине, әрқашан, әрқандай, әрқайсысы, әрбір, әрбіреу, кімде кім деген сөздер жатады. Сонымен сіздермен болған мен Абдраманов Арсланбек мұғалім. Хош, саламатта болыңыздар.